Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз адам организміне қымыздың пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Сауса сусын, жесе тамақ, мінсе көлік болған жылқы малының адам өмірі үшін пайдасы орасан. Ғылыми зерттеулер бойынша жылқының қара етінің қоректік қасиеті өзге малдардың етіне қарағанда 24-25%-ға көп болады екен. Сондықтан да ол қорытуға жеңіл әрі тез сіңеді. Қазіргі кезде жылқы етінен жасалған қазы қарта, жал жаяны білмейтін адам кемде-кем. Дәл сол секілді жылқының етімен қоса сүтінің де үлкен сұранысқа ие екені мәлім. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 25 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан каналымызға жазылуды, қоңыраушаны басуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Биология ғылымдарының докторы профессор Сейітов былай дейді: бұл сусын көптеген халықтарға ерте кезден-ақ белгілі. Оның түп тамыры сонау скифтерге дейін барады. Грек тарихшысы Геродот скифтердің бие сүтінен сусын ашытатынын айта келіп, олардың сүт консервілеу құпиясын мұқият сақтайтынын, ол құпияны ешкімге айтпайтынын жазған. Ал француз саяхатшысы Вильгельм Рубринас та 1253 жылы қазіргі Татарстан территориясына саяхат жасап, қымыз ішкен. Қымызды ашыту жолдарын, дәмін, адам ағзасына, оның ішінде несеп бөлуге әсер ететінін байқаған. Қымыз жайлы көшпелі елдің тұрмыс тіршілігін бақылаған Ақсақовта тіпті орыстың ұлы ақыны Пушкинде жақсы лебіз білдірген. Ал сіз белгілі орыс жазушылары Толстойдың Самара қаласында және Чеховтың Андреевск санаторийінде қымызбен емделгенін білесіз бе? Я, қымыз қашаннан дәтке қуат, тәнге шипа. Қымыз туберкулез ауруына таптырмайтын ем. Қымыздың құрамына кіретін түрлі заттардың бәрі де адамның бойына жақсы сіңеді. Бие сүтінде С витамині мол. Сондықтан оның емдік қасиеттері әсіресе туберкулез ауруынан емдеу үшін айрықша жоғары. Сондықтан да туберкулезді қымызбен емдейтін ең алғашқы курорт 1858 жылы Самара қаласының маңында ашылған екен. Оны ұйымдастырушы Толстиков деген дәрігер қымыз асқазанды ыстап, адамның өзін әлдендіреді, оның тәнін жаңғыртады деп жазған. Биенің сүті берекелі болады. Қазақтың сауын саусаң бие сау, бос қырау түспей су алмас дейтін сөзі бар. Сиыр суық түсе бере ерте суалып кетсе, биелерді 7-8 ай бойы сауға болады. Бие басынан күніне орта есеппен 10-12 литр сүт сауылады екен. Тіпті кейбір биелер 15-17 литрге дейін сүт береді. Егер жылқының жайылымы мен суаты сапалы болып, күтімі келіссе, бие сауудың биеге де, құлынға да ешқандай зияны жоқ. Қымыз ішу арқылы жүйке ауруларын емдеуге болады. Қымыз ағзаға жан-жақты әсер етеді. Ол ас қорыту органдарының, жүрек қан тамырлары аппаратының, жүйке жүйесі мен басқа органдардың қызметін жақсартады. Қымыздың әсері бүкіл ағзаны өзгертеді. Физиологиялық және биохимиялық процестер күшейіп, зат алмасу қалпына келеді. Қымыз тәбетті ашады. Қымыздың құрамында сүт қышқылы бар. Соған орай ол тағамның құрамындағы ақуыздардың, майлардың, әртүрлі қанттардың жақсы қорытылуына ықпал жасайды. Ал құрамындағы көмір қышқылы аздығына қарамастан ас қорыту бездеріне әсер етіп, қарын сөлінің бөлініп шығуын тездетеді.
Қымыз ішкенде тәбеттің ашылатыны сондықтан. Бие құлындағаннан кейін алғашқы 2-3 күндей сүт бездері уыз бөліп шығарады да, ал сол уыздың құрамында ақуыз бен витаминдер 2-3 еседей көп болады. Қымыздың құрамында ақуыз көп. Сүттегі ең бағалы зат ақуыз. Бие сүтінде 1,8-2,2% ақуыз болады. Сүтте ақуыздың 3 түрі де казеин, альбумин және глобулин кездеседі. Бие сүтінің майы ағзаға жақсы сіңеді. Бие сүтінде шамамен 1,13-2% май бар. Бұл сиыр сүтіндегіден 2 есе аз. Жүргізілген зерттеулерде сиыр сүтіндегі май түйіршіктеріне қарағанда бие сүтіндегі май түйіршіктері кішілеу келетіндігі анықталған. Сол себепті де ол ағзаға жақсы сіңеді. Профессор Павел Юрьевич Берлиннің деректерінде туберкулез бактериясының сары майда өсіп көбейетіндігі, ал бие сүтінің майы керісінше оның өсуін тежейтіндігі айтылады. Қымыз бірнеше дәрумендердің жиынтығы. Бие сүтінде 6,7% лактоза бар. Сонымен қатар қанттан басқа қалпына келмейтін көмірсулар бар. Әсіресе ол А және С витаминдеріне бай. Сонымен қатар В тобындағы витаминдер Д, Е, Ф витаминдері болады. В тобына жататын барлық витаминдер организмнің қалыпты тіршілік ету үшін қажет. Мәселен, адам тағамында В1 витамині жоқ болса, онда ол бери-бери ауруына шалдығады. Бұл ауруға шалдыққан адамның жүйкесі зақымданады, параличке айналады. В12 витамині жеткіліксіз болса, жілік майында қан құрау бұзылып, қаназдық пайда болады. Қымызда адам ағзасына пайдалы минералдық заттар өте көп. Қымызда мынандай минералдық заттар бар. Кальций тотығы 48%, магний тотығы 3,4%, фосфордың 5 тотығы 21,3%, хлор 7,5%. Қан құрауда маңызды рөл атқаратын кобальт пен мыс сияқты элементтер сиыр сүтінен гөрі бие сүтінде едәуір көп. Кобальт онда 1,5 есе, ал мыс 3,2 есе артық. 1 литр қымызда 1,60 мг мыс болады. Қымыз 4 түлік малыңызға да пайдалы ас. Себебі, оны бұзаулар мен құлындар диспепсия ауруына шалдыққанда, құлындардың, балапандар мен тауықтардың ащы шегінде қабыну белгілері байқалғанда, бұзаулар мен құлындар қан бөлетін гастроэнтеритті ауруға шалдыққанда, ірі қара малдың асқазаны әлсірегенде, балапандарға А және В витаминдері жетіспегенде, сол сияқты іріңдегенде, күйгенде, сиырлар, биелер мен қойларда кездесетін іріңді вагинит және эндометрит ауруларында, сиырлар мен биелердің іріңді желінсау ауруына және тағда басқаға қолдануға болады. Бие сүтінің пайдасы ана сүтіне жуықтау. Құрамындағы микроэлементтерінің мөлшері жөнінен бие сүті ана сүтіне жуықтау. Бұл жөнінде Донецк медицина институтының ғылыми қызметкері Гребникованың деректері дәлел болғалады. Қазақ тағамтану академиясының президенті Төрегелі Шарманов та ана сүтіндегі дәрумендер мен микроэлементтер қымыздың құрамында да болатынын айтқан. Қазақ халқының бір ғасырлық тарихын басынан өткізген Жамбыл Жабаев атамыз, үйірілген сары алтындай сарығымыз, ауруға ем, сауға қуат, дәріғымыз, елімнің баяғыдай сүйген асы, шығаршы тағы нең бар кәріғымыз деп жырлаған екен. Иә, бұл қымыздың біз осы уақытқа дейін зерттеп, енді ғана дәлелдеп жатқан пайдасы. Алла тағала Құранда сендерге берген жақсы нәрселерден жеңдер, әрі Аллаға шүкір етіңдер деген екен Бақара сүресі 72 аятында. Ендеше бізге қазақ халқына дәл осындай пайдалы әрі адал ас нәсіп еткен
Алла тағалаға сансыз көп шүкірліктер айтамыз. Видео танысу сипатына ие. Кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екендігін тағы да ескертеміз. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Осы видеоны өздеріңіздің туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Деніңіз сау болсын, келесі видеода кездескенше аман сау тұрыңыздар.